Нөмірі 1. Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі. Қашықтықтан оқыту. Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Практика жетекшісі Баймұратова Қалымқас Дарибаевна. 32 БШ тобы. Практикант Бердіханова Қалымқас Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыз жаратылыстану пәні. 4-90, 1 сынып. Ал тақырыбымыз жарық. Жарық не үшін қажет? Табиғи және жасанды жарық көздері. Балалар, онда біз сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуалдың тақпағын барлығымыз бірге айтайық. The dawn broke, it radiated gold. Our sun is shining, our light is shining. Good morning. Онда балалар, ойна да ойлан атты әдісі арқылы жұмбақты бірге шешіп көрейік. Жұмбақты мен оқимын, жауабын ағылшынша және де қазақша айтайық. 1. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Бұл не екен балалар? Әрине, оның жауабы күн, және ағылшыншасы sun деп аталады. Келесі, бейнесі суда дірілдейді, қармаққа бірақ ілінбейді. Бұл не екен? Дұрыс айтасыңдар, жауабы ай, яғни ағылшынша moon деп аталады. Келесі, қараңғыда жұмыңдай жанады, жарық түссе бірден сөніп қалады. Ол не екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, жауабы жұлдыз, яғни ағылшыншасы star деп аталады. Балалар, келесі жұмбақтарды бірге шешіп көрейікші. Сығырайып қарайды, ала сарып барады, жан-жаққа жарық шашады, майы тамшы боп ағады. Яғни оның жауабы майшам екен. Майшам ағылшынша candle деп аталады. Ал келесі, жарығы күндей, таң қалдырар адамды, жалындай күймей, төбеде жанып тұрады. Бұл не екен? Дұрыс айтасыңдар, оның жауабы электр шамы, ағылшынша light bulb. Келесі, аспан ақырады, орман жарқырады. Жауабы не екен? Дұрыс айтасыңдар, жауабы найзағай, ағылшыншасы lightning. Балалар, яғни бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз жарық және жарық не үшін қажет. Сонымен қатар жасанды табиғи жарық көздері. Бүгінгі сабақтан сендер жарықтың қай жерде қажет болатынын білесің. Жарық көзі не үшін қажет екенін түсінесің. Ал балалар, олай болса бүгінгі біздің тірек сөздеріміз жарықтандыру және безендіру. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Суретке қарап айтып бер. Жарық қай кезде қажет? Адам жарықты қалай пайдаланады? Яғни бірінші суретімізде шам, немесе тірек шамы, яғни бөлмеде бізге жарық беру үшін қажет шам. Келесі балалар сигналдық шам. Яғни бұл бізде жол қауіпсіздігін сақтайтын патрульдік көліктерден кездестіре аламыз. Келесі бағдаршам, яғни бұл жолдағы қауіпсіздік ережесін бізге әрқашан есімізге салып, сонымен қатар біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін жарық түріне жатады. Келесі көше шамы. Көше шамы неше түрлі көшелерде, сонымен қатар демалыс орындарында кездеседі. Балалар, жарық көзі жарықтандыру, қолайлы өмір сүру және жол бойындағы қауіпсіздікті сақтау үшін қажет. Сонымен қатар есімізде сақтайық, ғимараттары жарық және жарық жайлы болу үшін шам, аспа шам, шырағдан және тағы басқа жасанды жарық көздерін пайдаланады. Олай болса балалар, келесі жарықты қолмен ұстай алмаймыз, оны тек көре аламыз. Ал онда суретке зер салайық. Қандай жарық көздері бейнеленген? Күн, ай, жұлдыз, жарқырауық қоңыздар табиғи жарық көздеріне жатады. Жарық адам өміріне, жануарлар мен өсімдіктер тіршілігіне аса қажет. Сонымен қатар балалар, есімізде сақтайық, табиғи жарық көздері табиғат құбылыстары мен нысандарына жатады. Келесі балалар, жасанды жарық көздері дегеніміз не? Бүгінгі сабақтан сен жасанды жарық көздері туралы білетін боласың. Жасанды жарық көзін табиғи жарық көзінен ажырата аласың. Тірек сөздер жасанды жарық көзі. Ал онда балалар, келесі суреттерге назар аударайық. Қала көшесі. Суреттерді салыстыр. Суреттердегі жарық көздерін ата. Олар табиғи жарық көзіне жата ма, әлде жасанды жарық көзіне жата ма? Қалай ойлайсың? Онда назар аударайық. Бұл суреттерден біз көше шамын, көліктердің шамын және де қалта шамын, сонымен қатар жаңа айтқандай бағдаршамды көріп тұрмыз. Яғни бұлардың барлығы жасанды шамдарға жатады. Себебі жасанды шамды біз адамның өзінің іс-әрекеті арқылы, яғни қосып немесе өшіру арқылы ғана жасата алатын боламыз. Яғни бұлардың барлығы жасанды шамдарға жатады. Келесі, есімізде сақтап жүрейік, жасанды жарық көздерін адам ойлап тапты. Балалар, жасанды шамдарды 1810 жылы француз ғалымы Деви ойлап тапқан болатын, және де ол
Және де ол осы еңбек арқылы ғылымға үлкен жаңалық алып келген болатын. Олай болса, балалар, келесі кері байланыс ретінде вендиаграмманы құрып көрейік. Яғни вендиаграммада табиғи жарық және жасанды жарық. Сонымен қатар олардың ұқсастығын таба аламыз. Онда табиғи жарықты көрейік. Күн, ай, жұлдыз, найзағай жарқырауық қоңыз. Ал жасанды жарықта аспа шам, көше шамы, шамшырақ белгі беретін құрал, сонымен қатар май шам. Ал олардың барлығы негізінен жарыққа жатады, яғни жарық көзі болып табылады. Келесі, балалар, үйге тапсырма. Яғни үйге тапсырма жеке жұмыс болып табылады. Ол семантикалық карта. Бұл картада жарық, табиғи жарық және жасанды жарық. Күн, көше шамы, найзағай жарқылы және теледидар. Яғни бұлардың қай жарық көзіне жататын осындай қосу белгісімен жасап үйде жеке тапсырма ретінде көрсетсеңіздер болады. Бірақ бұған өз нұсқаларыңызда қоссаңыздар болады. Мысалы, қалта шамы немесе бағдаршам деген сияқты жарық көздерін қосып, осындай белгілермен белгілеп келесіздер. Құрметті оқушылар, назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.